Адам денсаулығына өте пайдалы, дәмді, әдемі салат жасаймыз. Сіздер де жасап көріңіздер, нағыз витаминге толы салаттардың бірі. Алдымен піскен свекламызды, яғни қызылшамызды осылай 4 бұрышты етіп турап аламыз. Ыдысымызға салып алғаннан кейін үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды құйып, немесе зәйтүн майын қоссаңыздар да болады. Осылай орегано деген дәмдеуішті қостым, немесе кез келген укроп, петрушканың кептірілген түрі бар ғой, соны да қоссаңыздар болады. Одан кейін укроп пен петрушкамызды өте ұсақтап турап аламыз, және де кез келген дәнегіміз, менде бұл жерде жаңғақ және де асқабақтың дәнегі. Өте ұсақтап турап алғаннан кейін үстіне кез келген творожный сырды қосып жақсылап араластырамыз. Ыдысымызға жинақтаймыз. Брокколи, оның үстіне свекламызды салып шығып, және де біздің жаңағы дайындап қойған массамызды осылай кішкентай қасықтың көмегімен дөңгелек сопақтау шарикелер жасаймыз. Немесе қолдарыңызбен